Келесі біз товарды іздеуді, таңдауды, качествосын қарауды, бағасын есептеуді үйренеміз. Вот. Бұл бізде бірінші бет. Енді осы жерде мұнда камераны сурет тұр, соны басамыз. Осы жерден бізге галереяға жібереді. Разрешение береміз да, галереядан бір фотомызды таңдаймыз. Вот осы футболканы іздеп көрсетейін қазір. Іздеп жатыр, міне шықты. Енді осы жерден, мына жерде 15 юан, 15,8 юан, бұл бағасы деген сөз. Вот мұнда 10,9 юан, бұл мынадан қарағанда арзанырақ. Вот осылай қараймыз, арзандарын іздеп тауып аламыз. Мысалы мұнда вообще 29 юан деп тұрды. Енді осылай қараймыз. Енді мына жерде қараңыздар, 19 деген санды көріп тұрсыздар ма? Сол 19 адам сатып алды мынадан, мына магазиннен. Ал мына магазиннен 3,500 адам сатып алған, 3565 адам сатып алған. Бұл значит, көп адам сатып алса, оның качествосы жақсы деген сөз. Магазиннің рейтингі жоғары деген сөз. Сондықтан да сондай көп адам сатып алған магазиннен сатып аламыз. Енді мұнда 1,4 деп тұр, и соның жанында бір 5 сияқты иероглиф тұр. Бұл 1000 деген сөз. Яғни мынау 14 адам сатып алды мынадан, мына магазиннен. Осындай иероглифі барлардың барлығы жаңағы рейтингі жоғары деген сөз. Осыған кіреміз да қараймыз. Мұнда отзывтар тұрады. Обязательно отзывы көп магазиннен алу керекпіз. 620 отзыв бар екен. Қарап көреміз. Вот живой фотолар бар. Осыларды кіріп көреміз. Качестволары қандай, материал қалай, былай жақындатып барлығын көреміз. И қаттан артқа шығамыз. Содан астыңғы жағында мыналар тұрады, описаниясы тұрады. Описание. Осыларды аударып көреміз. Қалай аударамыз? Вот. Осылай басып аламыз. Скриншот жасаймыз. И қараңыздар. Google-ға кіреміз да фотопереводчик деп жазамыз. Фотопереводчик. И осыны таңдаймыз. Менде китайский, русский да тұр міне. Тайын. И қараймыз. Ткань, материал, хлопок дейді. 100% хлопок. Вот материал жақсы уж. Вот сондайларын қарап аламыз. Осылай қараймыз. Егер мына зат бізге ұнап тұрса, жүректі басып қоямыз. Ол бізде корзинада сақталып тұрады. Артынан қайттан іздеп жүрмейсіздер, корзинадан қарай саласыздар. Енді бұның реальный бағасын көреміз. Бұл 15,86 деп өтірік қоя салады кейбіреулер. Вот бас көреміз. Енді вот астында қытайша жазу. Осыларды түсіну керекпіз. Өйткені мына жерде может бір ғана футболка сатылуы мүмкін, немесе 2 футболка сатылуы мүмкін деген сөз. Осы жерден или мысалы мұнда қайсы қара сатылайын деп тұрғанын білмейсіздер ғой. Тағы да скриншот жасаймыз. Мынаған барамыз да тағы да аударамыз. Фото аударамыз. Мына жерде так. Белый. Поднимите руку, медведь. Белый. Мына жерде мысалы алдыңға жазу тұрса аударып тұрған жоқ, наверное, ақ түсі. Вот ақ түсін сатады. Мына жерде қарасын сатады. Мына жерде розовыйын сатады деген сияқты. Вот. Осылай қарап көріп аламыз. Мынау мысалы басқа футболкаларды қосып жүрген арасына. Вот. Осылай қарап көріп, сохранить етіп қоямыз міне. Шығамыз. Ертегі бағасы вот 19,88 почти 20 юан. Қалай есептейміз? Бас шығамыз. Миг деген программаны местерге жібердім, я. Сол жерде міне юан. СНY деп тұр, сол юан деген сөз. Осы жерде міне 77 деп тұр. Өзгеріп тұрады. 78-ге, 76-ға, 72-ге, 70-ге дейін барады кейде. Сол өзгеріп тұрады. Сол күнгімен есептесті 77 деп тұр. Барамыз. Калькуляторға 20-ны көбейтесін 77-ге. 1540 теңге тұрады жаңағы футболка. Вот, 1540 теңге тұрады. Осылай есептейміз.